Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 131 сабақ. Менің қиялымдағы әлем жыл бойы өткенді қайталау. Алдымен балалар, біздің арнамызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырамыз. Сөйлем туралы білетінімізді еске түсіреміз. Сөйлемнің бірыңғай мүшелерін ажыратамыз. 57-ші жаттығу мәтінді оқы дейді. Американы аңсаған ақсақал, қазіргі заман ертегісі. Ертеде емес, осы қазіргі заманда Алматы деген үлкен шаһарда бір шал болыпты. Онда не шем, не кем дейтін емес, бәрі бар екен. Тек немересі болмапты. Содан ол жатса да тұрса да немерем болса екен деп армандапты. Шал армандағаннан еш нәрсе шықпайтынын түсініп, жан-жаққа жарнама беріпті. Жарнама бойынша көп елден хат келіпті. Солардың бірі Африкадан болса, екіншісі мұхиттың арғы бетіндегі Америка құрама штаттарынан жіберіліпті. Қария ойланбастан Америкадан келген хатқа жауап жазыпты. Өйткені хат жазған болашақ немересі шалдың бала күнінен армандап жүрген әлемдегі ең үлкен Макдональдс Диснейі орналасқан Калифорния штатында тұрады екен. Мүмкін болашақ немерем мені сонда алып барар деп ойлапты қарт. Көп уақыт өтпей-ақ мұхиттың арғы бетіндегі болашақ немересі Алматыға жетіпті. Қария оны немерем деп қабылдап, екеуі күн сайын серуендейтін болыпты. Медеу мұз айдынына, Шымбұлақ спорт кешеніне барыпты. Олардың Алматыда араламаған жері қалмапты. Оның үстіне шал бар тапқан немересінің аузына тосыпты. Бір күні шал немересі көңілді отырған сәтінде, енді біз Калифорнияға қашан барамыз деп сұрапты. Сонда немересі: бізге Американың керегі қанша? Бұл жерде Калифорниядағыдай не шем, не кем деп ойланбайсың. Шетел деп елден безгенде қандай шпаққа шығамыз? Сондықтан жылы орнымызды суытпай, осында жүре берейік депті дейді. Балалар, мәтінді толық түсіну үшін тағы да қайталап оқып шығыңыздар, содан кейін тапсырмаларды орындаймыз. Мәтіндегі негізгі ойды анықта дейді. Қалай ойлайсыздар, бұл жерде негізгі ой жалпы туған елге байланысты, туған жерге байланысты. Ендеше туған еліңді өзге елге айырбастама деген ой болуы мүмкін. Немесе өз жерің бәрінен ыстық деген ой болуы мүмкін. Егер келсеңіздер, осы сөйлемдерді жазсаңыздар болады. Келесі мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар дейді. Мәтін бойынша сұрақ дайындаңыздар. Мен осындай 4 сұрақ дайындап қойдым. Осыған ұқсатып өз нұсқаларыңызды жазыңыздар. Келесі мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бер дейді. Құрастырған сұрақтарың мен жауаптарыңды кестеге түсір дейді. Балалар, мен кестеге түсірген жоқпын, жазып қойдым. Сіздер кесте ретінде дәптерлеріңізге сызып жазсаңыздар болады. Мысалы, шал неліктен немерені армандады деп ойлайсың дедім. Кез келген адам артына ұрпақ қалдыруды армандайды. Шалдың да мақсаты сол болды деп ойлаймын. Екінші, шын мәнінде танымайтын адам үшін мұхиттың арғы бетіне бала неге келуі мүмкін? Жауабы: ол баланың атасы жоқ болуы мүмкін. Атаның жылуын аңсап, немерем деп еркелететін жан керек болғандықтан келген деп ойлаймын деп жаздым. Келесі 58-ші жаттығу оқы дейді. Репортаж шығу үшін мәтінді қандай бөліктермен толықтыруға болады дейді. Ата, ең қымбат нәрсе не? Туған жеріңнен қымбат еш нәрсе жоқ дейді. Неге? Сенің кіндік қаның тамған топырақ осында. Шыр етіп дүниеге келген жерің осы. Ең алғашқы татқан суың осы жердікі дейді. Енді балалар, бұл жерде біз толықтырғанда ата, сізге бірнеше сұрақ қоюға бола ма? Әрине балам, сұрағыңды қоя қой. Осындай жолдарды қостық. Сонымен бірге ең соңында түсіндім ата деп баланың сөзін қостық. Осылай толықтырдық. Сіздер енді өз нұсқаларыңызды жазуға болады. Келесі 59-ші жаттығу кестені толықтыр дейді. Бұл жерде сөйлем мүшелері туралы екен. Балалар, біздер сөйлем мүшелерін өттік. Сіздер білесіздер, тұрлаулы мүшелер, тұрлаусыз мүшелер, оған қандай мүшелер жатады, олар қандай сұрақтарға жауап береді. Сол туралы жазып қойдық. Сіздер кітапта көрсеткендей етіп кестеге осы ақпараттарды жазып алсаңыздар болады. Және сөйлем мүшелері туралы айт, мысал келтір дейді. Мысалы, біз сөйлем мүшелері туралы тағы да мәліметтер қостық. Соларды оқып шықсаңыздар болады. Келесі 60-шы жаттығу мәтелді оқып жатқа жаз дейді. Демек, балалар, мәтелді жаттап аласыздар, сосын оны дәптерге жазасыздар. Сағынған ер елін аңсайды, сарала қаз көлін аңсайды дейді.
сөйлем мүшелеріне талда дейді. Бұл жерде балалар сағынған ер, қандай ер немесе қай ер дейміз. Бұл анықтауыш болады. Ер кім бастауыш болады. Елін аңсайды. Елін нені толықтауыш болады. Аңсайды не істейді? Баяндауыш болады. Келесі сарала қаз көлін аңсайды. Дәл солай талдаймыз. Сарала деген анықтауыш дейміз. Қаз бастауыш, көлін толықтауыш, аңсайды баяндауыш дейміз. Енді сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсетеді. Бұл жерде көрсететін болсақ, елін аңсайды деген сөздер, көлін аңсайды деген сөздер бір-бірімен байланысады. Сағынған ер деген сөз байланысады. Сарала қаз деген сөздер бір-бірімен байланысады. Содан кейін ер аңсайды және қаз аңсайды деген сөздер бір-бірімен байланысады. Осыларды сызып қойсаңыздар болады. Келесі 61-ші жаттығу ребусты шеш, сонан соң ана сөзімен екі сөйлем құрап жаз дейді. Ол сөз бірінде бастауыш, екіншісінде баяндауыш болсын дейді. Балалар ребусты шешеміз. Мысалы, менде отан ана деген сөз шықты. Мен екі түрлі сөйлем құрастырдым. Біріншісі, анам маған қызықты кітап сыйлады. Бұл жерде анам деген бастауыш болып тұр. Кім, кім сыйлады? Екінші, адамға ең жақын адам ана дедік. Бұл жерде ол баяндауыш болып тұр. Неге? Себебі қараңыздар, адамға ең жақын адам дегенде, адам деген сөз бастауыш, ана деген сөз баяндауыш болып тұр. Және екеуінің арасына сықша қойылып тұр. Неге? Себебі бастауышта, баяндаушта зат есімде болса, арасына сықша қойылады дейді. Яғни біз адам деген сөзге де, ана деген сөзге де кім деп сұрақ қоямыз. Келесі 62-ші жаттығу. Сурет бойынша мәтіннің қай түрін құрастыруға болады? Жарнама ма, репортаж ба дейді. Бұл жерде балалар репортаж құрастыруға болады, яғни сұхбат құрастыруға болады. Ата мен немересінің арасындағы сұхбатты ойластырып көріңіздер. Мысалы, мен ата мен немересінің арасында табиғат туралы сұхбат дайындап қойдым. Сіздер оқып шығып, осыған ұқсас өз нұсқаларыңызды жазсаңыздар болады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.